Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге выточканы қалай түрлендіру керек екендігі жайында кішкене мастер-класс өтемін. Көп сызбаларда выточкалар мына түрде тұрады. Қолтық астында немесе мына жерде тұрады. Негізі сызбаны жасағанда ол выточка ең баста, әуел баста мына жерде тұрады. Ол выточка не үшін қажет деген қыздарға, выточканы кеуде домалақ болып тұрады ғой, соны былай жинаған кезде кеуде мына шығады. Кеуде шығады, сол үшін қажет. Мына жерді жауып, мынаны жинаған кезде де кеуде шығады. Осылай кеуденің орны шығады. Сол үшін выточканы әртүрлі етіп кесіп әр жерден шығаруға болады, киімнің моделіне қарай. Енді выточканы түрлендіруді қараймыз. Бізге скотч керек болады. Бұл мен қазір масштаб вариантын жасап жатқандықтан скотч аз кетеді. Сіздер үлкен легаланы сызып болғаннан кейін, мынау бізде осылай тұрады ғой, сызба. Оны аламыз да былай жасап жабамыз. Жапқаннан кейін үстінен жақсылап скотч жабыстырамыз. Жерге кішкене жетпей қалды, жетпей қалған жерінде әдемілеп жабыстырып аламыз. Содан кейін барып бізде выточка мынау бірінші түрі, бірінші түрі. Мына жер ашылған жерін жаңадан қағазға қойып сызып аламыз. Жаңадан қағазға қойып, мына жерде экономичный болу үшін осылай істеймін. Жаңа қағаздан қойып, мынау негізгі сызба болса, оны осылай өзгертпей өзіңіз үшін алып қойсаңыз болады деп түрлендіріп отырасыз. Белге дейін ғана істеуге болады. Себебі ары қарай өзгермейді. Осылай сызып аламыз. Выточканың орнында сызып аламыз. Осылай біздің выточкамыз дайын болды. Нагрудный выточка дейді ғой. Нагрудный выточка. Белдегі выточканы кесіп аламыз да. Оны да матаға түсіреміз. Мынаны мата деп елестетсеңіз, мынау сіздің негізгі лекалаңыз. Ал егерде киімнің сызбасы түбегейлі өзгеретін болса, онда оны қағаздан бірінші істеп алу керек, содан кейін барып матаға сызып кесу керек. Себебі матаға сызып өзгерістер енгізу қиын болады. Сөйтеміз да мынау выточканы салып шығамыз. Бұл выточка мынау мынаның жалғасы бар ғой, содан түскен выточка. Не осылай. Бұл бізде бірінші не болады? Бірінші выточканың өзгертілуі. Келесі екінші қадам. Екінші қадамда біз выточканы мысалы мойыннан түсіруге болады. Мына мойын ойығының тура ортасын бөліп, сол жерден выточка түсіруге болады. Қайда апарамыз? Бұны тура мына кеуде тұсына апарамыз. Кеуде тұсына апарамыз да, осылай, бірақ кішкене жеткізбейміз. Сөйтеміз де, мынау жаңағы ашылған выточканы қайтадан жабамыз. Қайтадан жабамыз. Сонда бізде мойыннан басталатын не шықты? Выточка шықты. Немесе мойыннан көбісі выточка істемейді, мойыны кең жаға істейді. Осы сызбаны аламыз. Сөйтеміз де, тура жаңағы әдіс сияқты көшіріп аламыз. Енді выточканың тағы бір келесі түрі. Тура иықтың ұшынан, кеуденің қақ ортасынан выточкаға осылай жіберілген выточка болады. Мынаны міндетті түрде жабамыз. Аламыз да, скотчымыз аман болсын. Скотчпен жабамыз. Мен арта жерлерін кесіп алып тастаймыз. Сонда бізде мынандай выточка шықты. Бұл қай кезде қолданылады? Бұл жерден кітаптан көрсете қояйын. Тура мынаны мына жерден кесеміз, былай жабамыз. Сол кезде бізде мынандай көйлегіміз шығады. Мұнда қарап тұрсаңыздар, выточканы жаппаған
ол қалай ашық тұр, солай сызып алған матаға. Міне былай. Осылай тұра ма? Оны алады да былай жалғастыра салады. Так, мынамен осылай жалғастыра салады. Мына жерде біріккен жер кішкене былай істеп жібереді. Артық болмайды. Артық болса кесіп алып тастауға болады. Содан кейін барып осылай түседі да. Жағалары қалай бар солай тұрады. Бұл жерде реглан жең екен ғой. Мен тек выточканы ғана көрсеткім келіп тұр. Жеңді келесі бір уақыт болғанда көрсетемін. Міне тура осы алдыңға бетті алады да именно мына жерді сборка жасайды. Сборка жасағанда мына нүкте мен мына нүктені бір-біріне беттестіріп қосып тіккен кезде міне мынандай көйлек шығады. Бір выточканы салудың түрі ол мынау қол ойығынан, яғни қол ойығының тура ортасы бар ғой, сол ортасынан бастап былай түсірілген. Выточканы міндетті түрде түзу сызудың қажеті жоқ. Сөйтеміз де мынау неден кесеміз. Осылай кесеміз. Содан кейін мынау ашық тұрған жер бар ғой, соны жабамыз. Яғни бұл уже басқа көйлекке выточканы жауып жатырмыз. Міндетті түрде бір-біріне осылай сәйкес келіп тұру керек. Сәйкес келмесе, онда мына жақтан кеуденің несін шығарған кезде қалай айтады, выпуклость дейді орысша, қазақша дөңестігін шығарған кезде дұрыс келмей қалуы мүмкін, кішкентай болып қалуы мүмкін. Міне осылай. Бұл көбінесе костюмдерде және тағы басқа киімдерде қолданылады. Женственный выточка мынау. Выточканы тіккен кезде мына деталі отдельно алынады. Мынау бел ойығына не қалдырады. Содан мынау неге қалдырады. Мынандай сызық қалдырады. Міне былай. И содан кейін барып мына жерге сөйтеміз де мынаны отдельно алып тігіп аламыз. Жаңағы мынау бөліктерге мынандай белгі қойып аламыз. Сөйтеміз де киімді тіккен кезде мынау белінен бөлеміз. Белінен бөлеміз де екі киімнің деталі екі түрлі қойылып кесіп алынады. Бұл осындай платье футляр дейді ғой, осындай выточкалар бар. Сондай көйлектерге мына жерін кішкене дұрыс қоймадым. Міне былай. Мынау долевая нить дейді. Долевая нить дегеніміз ол матаның жартысында. Мынау клетка десеңіз, мынау матаның жартысы, мынау матаның шеті. Шеті орысша кромка. Киім осылай жату керек. Осылай кромкаға параллель жату керек. Сонда ғана киіміңіздің жатысы дұрыс болады деген сөз. Мынаны сызып алдық қой, сызып алған кезде міндетті түрде мына белгілерді қойып өтеміз. Мелмен немесе қайшымен кішкене кесіп. Сөйтеміз де тура соның жанына мына жерде тігіс болады. Міндетті түрде тігіске орын қалдырылады. Сөйтіп мына жаққа да тігіске орын қалдырады. Бүкіл жеріне қалдырылады. Сол сияқты мына киімге де тігіске, мына детальға тігіске 1 сантиметр орын қалдырады. Мына екеуін біріктіру үшін. Сөйтеді мынау белгілердің бәрін сызып шығады, қай жерден бірігетінін.
сонда уже мына белгімен мынамен мынамен белгілеп екі детальді қиындықсыз оп-оңай біріктіріп алуға болады екен. Бүкіл жерінде 1 сантиметр тігіске қалынады. Міне осылайша көйлек осындай 2 детальдан тұрады. Жаңағы көрсетілген выточка тура осы көйлекті береді. Яғни мына бөлігі 2 бүктеген кезде мына жағын береді, мына жағын, ал мына екінші бөлігі мынау жан тігісін береді. Мына жақтан бастап белге дейінгі детальді береді. Мына менің жағдайымда жаңа мен қиып тастадым ғой, осыны до конца алып барамыз. До конца алып барамыз да сөйтіп қиған кездегі көйлек тура осы көйлек болады. Міне выточканы өзгерткенде көйлекте түрленіп шыға келеді. Қадағы бірінші сызба, негізгі сызба, ешқандай түрлендірусіз алынған сызба мына көйлекте беріледі. Яғни 4 сантиметр былай қарай жүргендегі сызба. Бұнда бұны тура осылай алып келіп, былай кесіп аламыз. До конца түсіріп кесіп алған кезде бізде міне осы көйлек шығады екен. Келесі бір сызбаның түрі, мынау негізгі сызба, біздегі дайын сызба. Мынау кеуденің тура ұшы, яғни мына 2 выточканың жалғасқан жері кеуденің ұшы болса, мына жерден мынандай сызық жүргізуге болады. Тура кеуде тұсынан сызық жүргізуге болады. Сөйтіп мына жоғары жақтағы иықтан түскендегі выточканы жабамыз. Сөйтеміз де мынандай көйлек болады. Бұл көйлек қалай болады? Бұл көйлек міне былай болады. Міне былай болады. Жаңа ғана осы выточканы ойлап тұрғам, яғни ортадан тек бір түзу түсіру ғана арқылы ғана выточка істеуге болады екен. Ол выточка сызылғанда мынаны жабылып, мына бөлігі мынандай етіп кесіліп алады. Сонда қағазға түсіргенде тура осылай, матаға түсіргенде тура осылай түсіріп, содан осы выточканы жапқанда осы көйлегіміз шығады екен. Адам дейді, мынау выточканы алып тура осылай кесіп, оны ашқан кездегі, мысалы менде мынау сызба тура ортасынан ашылған, мен оны аламын да тура былай кесем. Тура былай кескенде, мынау былай жабылып тұрды ғой, сонда ол примерно былай болады. Былай кесемін де, мынаны жабамын. Мынаны жапқаннан кейін, мына жерде бір мынандай не пайда болады. Даже жаппай да, былай тура осылай материалға тура осылай қиып аламыз. Қазір көрсетейін. Материалға қиған кезде тура осылай қиып аламыз. Сонда бізде мына жерде сборка пайда болады. Сборка пайда болғанда, сборка қай жерден қай жерге дейін бізге? Сборка бізде мына жерден мына жерге дейін. Именно осы жерді жинақтап алып келген кезде ол келесі түзу болу керек қой, жинақтаған кезде. Сонда бізде мынандай сборкасы бар көйлек шығады. Мынаны жинаған кезде ортасы түзу сызық болып шығып тұру керек. Бір выточканың бір түрі, көйлектің астынан бастап қиямыз. Кішкене қисық кетті өзім, ештеңе етпейді. Тура астынан бастап қиямыз да, тура неге апарамыз? Накрутный выточкаға апарамыз да, сөйтеміз да, мына выточкалардың бәрін жабамыз. Жапқан кезде мынау былай болады. Примерно осылай болады. Мынаны до конца жабу керек. Жапқан кезде мынау көйлек былай ашылады. Осы ашылғанда тура осылай қағазға түсіріп аламыз да, бірақ мына жерін осылай тастап кетеміз. Тігісін міне осылай тастап кетеміз, бірақ мына жерде кеуденің ұшын белгілеп қоямыз. Сөйтеміз де көйлекті былай кесіп аламыз, ортасы ашық болады. Сонда біздің бүкіл выточкамыздың бәрі мына жерге кетеді. Көйлекте ешқандай нагрудной, мынандай выточка болмайды, тек 2
сызықтан жасалған выточка болады. Осымен бір сызба арқылы бірнеше түрлі көйлектің алу жолдарын қарастырдық. Енді мына артқы бой дейді ғой, артқы бойда да выточканы өзгерте беруге болады. Оны былай шығаруға болады. Былай шығарған кезде мына выточкамыз былай көшеді. Былай қиғаш көшеді. Уже мына жері болмайды. Тағы бір түрі былайынан да түсіруге болады. Арқа бойға. Тура жаңа алдына істеген әрекеттердің барлығы осы артқы бойға да істеуге болады. Бұнда легче. Бұнда выточка прямо особо важный емес, но ол киімге әдемілік беріп тұрады. Осымен выточка жайында бүкіл сабағымыз бітті. Сіздерге тек сәттілік тілеймін.